Туған күн мерекеміз, ән бастайық келегіміз, ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Ұмытпа сен құрбым, есте қалсын мәңгі бұл күн. Дорогая Галия Сатаевна, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе всех жизненных благ, любви родных и близких, радости от достижения твоего внука, главное здоровья, чтобы вы с Гарифулой прожили долгую, счастливую жизнь, познали все радости этой жизни. И хотела бы, чтобы мы во имя процветания образования с тобой долго-долго работали на этой кафедре. Құрметті Галия Исатайқызы, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтай отырып, өз тілегімді шын жүректен білдіргім келіп отыр. Сіз біздің кафедраның өте бір үздік, өте биік дәрежелі, терең білімді ұстаздарының бірісіз. Сондықтан жастар ғана емес, осы біз бәріміз үлкендер де сіздің жаныңызға жақындасып, сізбен пікір бөлісіп, сіздің педагогикалық талантыңызбен танысып, сонымен соған үйреніп, сіздің өнегеңізді қолдануға құмарланып жүреміз әрдайым. Сондықтан отбасыларыңыз аман болсын әрдайым. Сіз өздеріңіз туралы айта бастағанда, менің 6 немерем деп бастайсыз әрдайым. Қаракең екеулеріңіздің өмірлеріңіз тұр, тек қана сіздердің жақындап жүрген туысқандарыңыз, достарыңыз ғана емес, бүкіл елге өнеге болатын отбасы. Әрдайым кафедраның гүлі болып, әрдайым осылай жас өспірімдерді тәрбиелеп, оқытып, біліміңізбен бөлініп жүре беріңіз. Құттықтаймын. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің өте қатты сыйлайтын қарындасымыз, кафедраның атақты үлкен әріппен жазылатын педагогтардың бірі, профессор Галия Исатайқызының туған күні. Сол кісіге арнап бір-екі шумақ өлең жазып ем, соны оқып берейін сіздерге. 2020 жылдың туды бүгін тамыз айының 19 жұлдызы. Бүгін біздің кафедрада салмақты да, атақты да ұстаздың туған күні. Кешегені бастап еді еңбек жолын Көкшетаудың бауырында. 45 жыл өте шықты, ұстаздықты бастағалы, бітіре салып Казгуді. Жылдан жылға ерен еңбектің арқасында тәжірибесі шыңдалды. Баптап-саптап, доцент, профессор, ғылыми еңбектері бапталды. Жалықпайды жыл сайын бірінші курсқа маңдайын терін төгеді. Әрбір студенттен болашақта еліміздің албырт азаматын көреді. Гарифолаға кездесіп, жанұя құрды, балаларды асырап жеткізді. Қазір міне 7 немеренің атасы мен апасы болып бекіді. Ұстаздықтың шыңына жеткен, жүздеген түлек өсірген Ғалеке, туған күніңіз құтты болсын, шаршамаңыз ұстаздық еңбек етуде. Құрметті Галия Исатаевна, сізді шын жүректен туған күніңізбен құттықтаймын. Ғұмырыңыз ұзақ, бақытты болсын, денсаушылығыңыз мықты болсын, абыройыңыз биік болсын, несібеңіз мол болсын. Гарифула аға екеулеріңіз балалардың, немерелердің, шөберелердің барлық рахаттарын, жақсылығын бірге көріңіздер. Сіз ақылды, білімді, еңбекқор, ақкөңіл адамсыз. Мен сізді апам ретінде сыйлаймын, жақсы көремін. Галия Исатаевна, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймыз. Сіз өте еңбекқор, адал, творчествоға жақын адамсыз. Мына өлең жолдар сізге арналады. Адам 2 рет келмейді бұл өмірге, жасай берсін қаяу түспей көңілге. Тілеймін өзіңізге зор денсаулық, осы емес па бұл өмірдегі қымбат байлық. Бала-шаға, немерелер күліп ойнап,
шат-шадыман боп жүріңіз той тойлап. Құтты болсын бүгінгі туылған күніңіз, көктемде әрқашан құлпырып жүріңіз. Жыл сайын қуанышқа бөленіңіз, бақытқа отбасылық кенеліңіз. Жұмыста еңбегіңіз бағаланып, медаль мен орденмен еленіңіз.